Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге мынадай әдемі қарапайым салфетка тоқып үйренетін боламыз. Бұл салфетканы біз хлопок жібінен тоқимыз. Мінекей таза хлопок жіп. Бүгін біз мынадай ашық түсті жіптен тоқитын боламыз. Бұларды тоқу үшін бізге жіп керек, крючок керек және қайшы керек болады. Сонымен бастаймыз. Крючогымның номері 3. Менің жібіме осы 3-ші номерлі крючок сәйкес келеді. Ең алдымен біз кольцо амигуруми жасаймыз. Ол үшін жіпті ұшынан ұстап тұрып, саусағымызға осылай айналдырамыз. Және де осылай тоқимыз. 3 воздушный петля тоқимыз. 3. Және де тағы да 1 воздушный петля тоқимыз. Мына дөңгелектің ішіне 1 столбик тоқимыз. Тағы да 1 воздушный, тағы да столбик тоқимыз. Және осылай бізде 12 столбик болғанша тоқимыз. Мынау бірінші 3 воздушный бізге 1 столбик болады. 1, 2, 3 тоқыдық. Енді тағы да 9 столбик тоқимыз. Және ортасына 1 воздушный петлядан тоқып отырамыз. Мінекей қатарды аяқтадық. Енді біз жіпті кішкене тартамыз. Және біз мынау жердегі мынау тесікке соединительный жасаймыз. Мінекей осылай біріктіреміз. Енді 3 воздушный петля тоқимыз. Осы тесікке тағы да 1 столбик с накидом тоқимыз. 1 воздушный петля тоқимыз. Мынау жіптің ұшын бірге тоқып кетеміз. Келесі мынау тесікке 1 столбик, 2 столбик тоқимыз. Ортасына 1 воздушный. Әрбір тесікке 2 столбиктан тоқимыз. Және де арасына 1 воздушный тоқып, келесі тесікке өтеміз. 2 столбик, 1 воздушный. 2 столбик, 1 воздушный. Осылай. Мінекей қатарды аяқтадық. 2 столбик және де 1 воздушный петля. Енді біз мына жердегі 3-ші воздушный петляға біріктіреміз. Және де келесі столбикке тағы да соединительный жасап, мынау аркаға тағы да 1 соединительный жасап, осы тесікке қарай өтіп аламыз. Ендігі нені тағы да осы тесіктерге тоқитын боламыз. 3 воздушный аламыз. Тағы да 1 столбик және 2 столбик аламыз. Бұл қатарда біз 3-ші қатарда 3 воздушный петля, 3 столбиктен алып отырамыз. Арасына 1 воздушный петля тоқимыз. 2 үшеу тоқыдық. 1 воздушный петля. Енді тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. Неғып жаттаса берін. Мінекей
1 воздушный. Келесі тесікке 3 столбик тоқимыз. 1 воздушный аламыз. Дәл осылай қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей қатарды аяқтадық. Үшінші қатарды үшінші воздушный петляға біріктіреміз. Тағы да келесі столбиктардан осылай өтіп, бұлай кіргізіп жіпті шығарамыз да, крючоктағы жіптен осылай өткіземіз. Мынау тесікке қарай өтіп аламыз. Мінекей өттік. Енді төртінші қатарды бастаймыз. Төртінші қатарда біз 3 воздушный петляға көтерілеміз. 1 столбик с накидом тоқимыз. 1 воздушный петля тоқимыз. Және дәл осы тесікке тағы да 2 столбик тоқып, 1 воздушный аламыз. Келесі тесікке өтеміз. 2 столбик тоқимыз. 1 воздушный аламыз. Тағы да осы тесікке 2 столбик тоқимыз. Тағы да 1 воздушный петля аламыз. Дәл осылай әрбір тесікке 2 столбик, 1 воздушный, 2 столбиктан алып отырамыз. Мінекей 1, 2, 1 воздушный, тағы да 1, 2, тағы 1 воздушный. Осылай әрбір тесікке 2 столбик, 1 воздушный, 2 столбик тоқып отырып, қатарды аяқтаймыз. Төртінші қатарды аяқтадық. 1 воздушный петля тоқыдым. Енді үшінші воздушныйға біріктіреміз. Әр қатардағыдай келесі столбикқа соединительный и аркаға түсеміз. Енді бесінші қатарда біз 3 воздушный петля тоқимыз. 1 столбик тоқимыз, 1 воздушный тоқимыз. Және әрбір тесікке келесі 2 столбиктан тоқып отырамыз. Арасына 1 воздушный тоқимыз. 1, 2, 1 воздушный. 1, 2 столбик, 1 воздушный. Дәл осылай 5-ші қатарда аяқтаймыз. 2 столбик тоқимыз, 1 воздушный тоқимыз. 2 столбик тоқимыз, 1 воздушный тоқимыз. Мінекей мен 5-ші қатарда аяқтадым. Енді 3-ші петляға біріктіреміз. Тағы да аркаға қарай өтіп аламыз. Енді біз 6-ші қатарда 3 столбиктан тоқимыз қайтадан. 3, 1 воздушный петля аламыз арасына. Тағы да 3 тоқимыз. Тағы да 1 воздушный аламыз. Дәл осылай қатардың аяғына дейін тоқимыз. Және келесі қатарды да дәл осылай 3 столбикпен тоқып шығамыз. Мінекей бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6-ші қатар. Осылай 3 столбик, 1 воздушный, 3 столбик, 1 воздушный болады ғой. 7-ші қатар тағы да 3 столбик, 1 воздушный болады. Мынау тесіктерге 3 столбиктан арасына 1 воздушный петлядан алып отырып, 6-ші және 7-ші қатарды тоқып шығамыз. Мінекей 6-ші қатарды және 7-ші қатарды тоқып біттік. 3 столбик, 1 воздушный петлядан тоқыдық. Енді қатарды біріктіреміз. Келесі аркаға өтеміз. Мінекей. Енді дәл мынау бізде 4-ші қатардағы узорды қайталаймыз. 3 воздушный петля, 1 столбик, 1 воздушный, тағы дәл осы тесікке 2 столбик тоқимыз. 1 воздушный аламыз. Келесі тесікке 2 столбик, 1 воздушный және тағы да 2 столбик тоқимыз. 1 воздушный петля алып, келесі тесікке 2 столбик, 1 воздушный, 2 столбик тоқимыз. 1 воздушный алып, келесі тесікке өтеміз. Дәл осылай қатарымызды аяқтаймыз. Және де қатарды аяқтағаннан кейін кездесеміз.
Мінекей біз 8-ші қатарды аяқтадық. Үшінші бір воздушный аламыз, үшінші петляға біріктіреміз және мынау аркаға өтеміз. Енді 9-ші қатарды тоқимыз. 3 воздушный аламыз, бір столбик аламыз, бір воздушный алып, келесі тесікке 2 столбик, бір воздушный алып, келесі тесікке 2 столбик тоқимыз. Дәл осылай әрбір тесіктен 2 столбик аламыз, арасына бір воздушный петля тоқимыз. Осы 9-ші қатарды солай тоқимыз және 10-ші қатарды да дәл осылай тоқитын боламыз. 2 столбик, бір воздушный, 2 столбик, бір воздушныйдан алып, 9-ші және 10-ші қатарды тоқып шығамыз. 10-ші қатарды аяқтадық. Осылай біріктіреміз және мынау аркаға қарай өтіп аламыз. Енді 11-ші қатар мен 12-ші қатарды 3 столбиктан тоқимыз. 2. Мінекей бізде 3 столбик болды. Бір воздушный аламыз. Келесі тесікке 3 столбик тоқимыз. 3 воздушный алып, келесі тесікке тағы да 3 столбиктан тоқимыз. Дәл осылай тағы да 2 қатар тоқып шығамыз. 12-ші қатарды аяқтадық. Енді мына жерге біріктіреміз. Келесі тесікке қарай өтеміз. Бір воздушный аламыз да. Енді арғарай тағы да 4 воздушный аламыз. 3, 4. Сонымен общий 5 воздушный петля алдық. Келесі тесікке столбик без накида тоқимыз. Тағы да 5 воздушный аламыз. 3, 4, 5. Келесі тесікке столбик без накида тоқимыз. 5 воздушный аламыз. 3, 4, 5. Келесі тесікке столбик без накид. 5 воздушный тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Келесі тесікке столбик без накид аламыз. Дәл осылай қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей қатардың аяқ жағына келдік. 1, 2, 3, 4, 5 воздушный аламын. Тесікке столбик без накид тоқимын. Және менде мына жерде соңғы мынандай арка тоқылу керек. Бұны біз сәл басқаша тоқимыз. 3 воздушный петля тоқимыз. Сосын мынау тесікке кәдімгі столбик с накидом тоқимыз. Мінекей 1, 2 рет өткіземіз. Мінекей. Енді біз соңғы қатарды тоқимыз. Ол үшін 3 воздушный петля көтерілеміз. 2, 3. Осы тесікке 3 столбик тоқимыз. 2, 3. Келесі мынау аркаға столбик без накид тоқимыз. Келесі мынау аркаға 8 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей. Келесі аркаға столбик без накид. Және келесі аркаға тағы да 8 столбик с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі тесікке столбик без накид. Келесіне тағы да 8 столбик. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Және қатардың аяғына дейін дәл осылай тоқып шығасыздар. Бір арқаға 8 столбик, бір арқаға 1 столбик без накид тоқисыздар. 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей. Мінекей қатардың аяғына келдім. Столбик без накид тоқимын. Мінекей біз жартылай тоқып кеткен қатарға 4 столбик тоқитын болам. 1, 2, 3, 4. Және үшінші воздушный петляға біріктіреміз. Бір воздушный алып, жіпті тартамыз да жібімізді қиямыз. Тартып шығарамыз. Және де артқы жағына осылай тоқылған жерлерге жібімізді жасырып шығамыз. Так. Осылай жіптерімізді жасырып шығамыз және түп жағын қиып тастаймыз. Мінекей біздің салфеткамыз дайын. Сервировкаға қойғанға өте әдемі көрінеді. Қаласаңыздар, осындай салфетканы менімен бірге тоқып алыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздерге пайдалы видео болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.